Хей достар, бұл Шашпау каналының 6-шы шығарылымы. Каналға тіркеліп, лайк басып, осы видеоның астына комментарий жазып кетіңіздер. Қайырлы күн достар, бүгін бізде Шашпау каналының 6-шы шығарылымы, және бүгін бізде қонақта халықаралық қатынастар мамандығының 2-ші курс студенттері Сен Бағдәулет және Тұрдыбек Бекжан. Қош келдіңдер жігіттер. Рахмет. Жалпы бүгін өте еркін тақырыпта шығарылым өрбімек. Ол бізде мынадай тәрелкеде қазақтың мақал-мәтелдері жасырылған. Біздің бірінші шығарылымды көрген болсаңыздар, ол жерде қыздарға қатысты мақал-мәтелдерді айтқан болатынбыз, яғни жасырамыз бір-бірімізге. Дәл сол сияқты бүгін бірақ ер балдарға қатысты айтылады. Бір мақал-мәтелді аласыздар, кезекпен таңдаймыз. Мәселен, қазір Бағдәулет сен бірінші таңдасаң, ол жерде аласың, және мақал-мәтелді басысы айтып қоймау керек. Оның мағынасын бізге айту арқылы біз сол мақалдың қағазда қалай жазылған табуымыз керек. тұспалдауымыз керек па сонда, иә? Тұспалдап, бұл жерде мақсат не? Жасыру. Жасырудан бөлек бұл нәрсені тақырыбын ашу және арасында бұл талқылаймыз бұл мақалдарды. Не мағына береді, қалай ойлайсың деген дүниелер. Сонымен ендеше, және ұмытпай тұрып тағы бір нәрсе, ұтқан адамға осы баристадан бір кофе сыйлаймыз. Ендеше кеттік, Бағдәулет жаңа өзім айтқандай. Кофеге таласатын боламыз ба? Иә, кофеге таласамыз. Бастайық, иә? Аха, бастайық. Так. Біз білмейміз бұл мақалдарды негізі. Жаттап үйтіп дайындалмадық. Мынау мақал көпшілік жерде қолданылады. Жиі айтыла ма? Жиі айтылады деп айтсам ғой. Мен өз өмірімде бұл затты көп қолданған, және көп қолданған жерде естігенмін. Нақтырақ. Мақал не туралы? Мақал қазақтың ұл қыздары туралы. Ұл қыздары туралы. Кейбір жерде мысалы ұл қыз жастардың кейбір жерде әдеп сақтау керек. Байсақ, мен айтайын. Бола ма? Мен біліп тұрған сияқтымын. Так. Жасыруды. Атасы бар кезде сөйлеген ұл болмас, анасы бар кезде сөйлеген қыз болмас сияқты бір болады. Осыған жақын болады. Дұрыс емес. Ана тұрып қыз сөйлегеннен бес, әке тұрып ұл сөйлегеннен бес ба? Дұрыс, бірінші ұл тұрады екен да? Енді ұлдың жолы депші. Ана бар кезде... Дұрыс, сізге бірінші қой. Мен алсам қарсы емессің ба? Жақсы алыс. Все. Менде бір очко. Енді мен кезегім да. Так, мынандай нәрсе бар. Бұл тарихта көп айтылады негізі. Ол көбіне атақты адамдарға айтады. Мәселен, Абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезов деген сияқты. Олар мысалы қазір дүниеде жоқ, бірақ несі қалды? Жақсы ұлдың атағы қалады. Жақсы ұл деп айтпайды. Жақсы ердің атағы жақсы атағы қалады. Ондай емес, жақсы емес. Просто жақсы ердің атағы жақсын атыстыршы. Жақсы. Деші. Өз өлсе де сөз өлмес па? Жоқ, сөзі емес енді. Артында несі қалды? Ісі. Жоқ, аты қалады ғой енді. Бірақ сондай не шықты уже? Ер адамның өзі өлсе де аты өлмес. Иә. Ер өлсе де аты қалады. Аты өлмес, иә. Жақсы, саған бір очко. Рахмет. Бірде бір нөл. Келесің. Бағдәулеттің жалпатын көрейік. Так. Жалпы өте қысқа мәтел. Шыны керек. Мәтел или мақал? Мақал мәтелі ғой. Негізі мақал мен мәтелде арасында немесі бар ғой? Айырмашылық. Айта аласың ба қазір? Иә. Мақал, қазақта енді мақал ол 90 ауыз сөздің толықтай бір түйінін беретін. Мақалды естіген кезде бірден не айтқысы келіп тұрғанын түсінеді. Ал мәтел керісінше біздің ойымызға ұқсас. Мәтел ол тұспалдап береді. Мәтелді бірден түсіне беру қиын, өте қиын. Жалпы мақал деген ұйқаспен беріледі ғой, көбінесе қателеспесем. Мәтел деген болса нақыл сөзге ұқсас, жақын. Нақыл сөзде де неме болады, сразу түсінесің, бірден түсінесің, нақты айтылады. Ал мәтелде ондай емес, мәтелде бірден, мысалы, мынандай мәтел бар, сиыр сипағанды білмейді дейді да. Негізінде сиыр сипағанды білмейді емес қой. Сиыр сипаса адамға қарайды. Адамға байланысты. Ар жағында бір терең бір түйіні бар. Балама сондай. Сонымен сіздікі мақал немесе мәтел? Мақал мәтел болып тұр ғой біздікі. Екеуі де бар ма? Екеуі де бар екен. Қараңыздар, жалпы
қазақта әрқашанда ер адам өте бір ер ұл адам туған кезде өте бір не болғандай қуаныш болған. Бұл соған байланысты мәтелді мақал. Қалай ойлайсыздар? Ер туса деген ба? Ер туса болмайды. Нақтырақ болсын. Яғни жаңағындай ғой. Адамдар, яғни ұл бала туатын болса, қатты қуанады да. Соны қалай атайды? Атадан ұл туса, атадан туса деген сөз бар ма? Бар. Атадан ұл туса, бірдеменің өскені бе? Жоқ. Туса демейді, бірақ ту деген сөз бар еді. Атадан ұл қалса? Жоқ. Атадан деген сөз жоқ. Тағы нақтырақ бола ма? Нақтырақ десек, арғы айтып жүретін сияқтымын, өйткені 4 сөзден құралады жалпы. Баста. 4 сөзден құралады. Мақалдың өзі 4-ақ сөз. Жақсы, бастасай біз шапшаңдыққа жарысайық. Жақсы. Бір тақырыппен отырып қаламыз. Ұл туғанға? Сонда да білмейді. Жоқ, ұл туғанға? Ұл туғанға? Қайсы, айтыңыздар. Енді бүйтейік. Өзі 4 сөзден, иә? Әріптерін айтыңыз деп. Соңғы 2 сөзін айтыңыз, мен табамын. Бас әрпін айтыңыз. Ұл туғанға? Күн туған. Дұрыс. Қазақта ұл туса көп қатты қуанатын болған ғой, өйткені ұрпақты жалғастыратын ұл туған кезде ол әулеттің, ол отбасының күні де туады. Демек, күні өшпейді деген мағынада сондай бір мақал естіген. Қыз туса сонда өкінішті нәрсе ма? Жоқ, өкінішті емес, қыздың өзінің, қыз жат жұрттық дейді ғой. Ал сол әулеттің шаңырағын күнін сөндірмейтін ол да ұрпақты арға жалғастырып кетеді. Сондықтан ұл туған кезде күн туған деп қазақтар солай баламалы бір мағынаны қалдырған. Бір батыр. Плюс қазақ еліне бір батыр деген ба? Иә, бір батыр болды ғой. Осы нәрсені шынымен жақсы бастап кеттім, негізі талқылап жүрсек болады. Қалай ойлайсыңдар? Жалпы ол нәрсе дұрыс па мысалға? Бұл да дискриминация емес па? Қызды бөлу дейтін нәрселерде. Қыз туса, қазір бар да шынымен де негізі өкінетті. Қыз туып қалды мысалға, қыз тумас, қызы көбейіп бара жатса, қыз тумас, қыз ұл болсын, тағы қандай бар аттары кете береді. И осы жерде жаңағыдай айтады да, и достарының арасында мысалы біз алдыңғы неде шығарылымымызда осы нәрсені талқылағанбыз негізі. Сіздердің де ойларыңызды білгім келеді. Жаңағыдай айтады. Ұл мен қызды айырмашылығы жөнінде. Достарының арасында да отырса, сен мұңайма, қызда жақсы ғой деп ше, оның өзі бір көңіл күйін көтеру үшін ол жаман емес қой негізі дейтін сияқты дүние да. Қалай ойлайсыңдар осы жерде? Ол бөлу емес па? Жалпы қазақтарда бұрыннан бері ата салтында дейік пе, әрқашан жаңа Бағдәулетіміз айтқандай, жастайынан бастап, яғни ұлдар үшін осы бір қара шаңырақтың иесі ретінде қалдырып отырғандықтан, сондықтан оларға бір үлкен мән беріледі деп ойлаймын. Бірақ қыздар болса басқа жаққа кетеді көбінесе, салт бойынша, яғни басқа күйеуге үйленіп басқа шаңыраққа кететін болады. Сол себепті ұлға осындай бір назар аударылған деп ойлаймын. Бұл жалпы тарихи жақтан, бірақ айтады қызға 40 үйдан тию дейді. Қызға байланысты өте көп бір қазақ халқымыздың, қазақ жұртымыздың көптеген мақалдары бар, мысалға көптеген бір ойы, яғни өте қатты құрметтейді қыздарды. Бірақ сонда, яғни оның өзі жақсы. Теңдік дейді ғой қазір феминистер, қазір феминистік немелер көп. Иә, негізі қыз бен ұлдың құқықтары тең, бірақ рөлі бар ғой. Қоғамдағы рөлі екі түрлі. Енді біз қазақ болғандықтан, ата-бабамыз мұсылмандықты ұстап келген, біздің мұсылмандықта не? 3 қыз бар адам, ол жәннаттың төрінен орын алады дейді. Бұл жерден қарапса, 3 ұлы бар емес, 3 қыз бар адам жәннаттың төрінен алады. Қыздың қаншалықты маңызды рөлін көрсетіп тұрады да. Иә, қыз бен ұл тең емес, олардың жаратылыстан, олар екі түрлі болып жаратылғандықтан, олар тең болмайды, бірақ құқықтар тең болады, бірақ рөлдері бірдей болмайды да. Сондықтан оны дискриминация емес, сәл екі неменің рөлінің әртүрлігі деп қарау керек. Табиғи жолында. Жақсы, келісуге болатын жер, бірақ бұны үлкен тақырыпқа алып келсе де болады. Бағдәулетім келсек, келесі мақал-мәтелді қарай. Так. Қайсы екен? Ол бізде
мақал. артын жабасы ба негізі көрінеді. Мақал. Мендегі мақал бұл қызға да ұлға да байланысты. Тағы да ұлдың кімге қарап бой түзейтіндігі, қыздың кімге қарап бой түзейтіндігі туралы. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер дейді. Бірде айттық негізі. Бірде айттық. Мен бастаған едім. Мүмкін қыздың жолы жіңішке деп қызға береміз. Давай, не істейікші, біз ойында болсын ойнайтынбыз. Су, бір, қайтадан. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Беріп тұр екен. Жақсы. Берген кетіп Әділдік жүрген шығарып жетпейді. депші. Сіз? Мен ба? Так, біздің келесі мақалымыз жігіт туралы. Кім тез табады екен? Жігіт пен өнер туралы. Жігітке Жігітке жетуге жетуге аз. таз. Ана кісі айтты. Несі, пайда бірде айттық қой. Сіз қалай ойлайсыз? Жайық, мен қыздың жолы жіңішке. Жоқ, давай, не болсын, әділ болсын. Жақсы. 1, 2, 3. Ладно, мен отылып жатырмын. Ойнамақ қоямын осы. Сүрпа дегенге. Негізі жақсы ойнайтын деші. Жақсы. Так. О. Негізі шетелдіктерде бар, я. Үйден кет қала береді, ол мысалы бір нәрсе ренжіп қалса деген сияқты. Бірақ қазақ халқына бұл жат дүние да. Біздің түсінігімізде, санамызда деген сияқты дүние. Соған қатысты жаңағы әлгі қыз бен ұлды салыстырып айтады. Бұл қандай мақал? Үйден кету дегенді басқаша қалай айтады? Қазақша бір сөз. Қалай ойлайсыздар? Кету деген қандай мағына? Кету, жету. Синоним айтыңызшы. Кету. Антоним емес, кету. Жету. Ай, кету болса жету деген емес. Үйден кету дегенді басқа қалай айтуға болады? Бөлініп кету, бөлініп шығу. Басын аулақ ұстады дегенді қалай айтса болады? Бұру. Жоқ, басын аулақ ұстады. Аулақ кету ма? көрініп тұр, халықаралық қатынастар екендері. Безу дейтін нәрсе бар ғой. Сонда бұл жерде әке де бар, шеше де бар, ұл да бар, қыз да бар. Енді безу деп тұрмын. Мен бағана айтқан мақал соған ұқсас болған. Әке көрмеген ұлдан без деген сияқты ма? Соған келе ма? Анадан безген? Әкеден безген ұл болмас, шешеден безген қыз болмас. Қыз болмас, иә. Вот, дұрыс. Келсіз қоя? Жақсы. Келесі? Мен. Мен де біреу ақ. Маған беріңдерші. Мына жерде былай айтайық, ұл бала, отбасыдағы ең кішкентай ұл бала, ол отбасының бір қаттырақ айтса құлындай ғой, өйткені сол үйдің бүткіл жұмысын істейді, немесін, бүткіл тірлігін өндіретін сол ұл балада қара жұмыстың бәрін. Енді бұл жерде сол мақсатта айтылған. Атаның ұлы қожаның құлы ма? Солай, сәл басқашалау. Соңындағы жалғаулар мен жұрмақтар басқашалау. Сіз енді түрлендірсеңіз болады дәл осы сөздерді. Тағы бір рет қайталашы айтқанымды. Мен басқалай көрейін тағы бір. Сіз атаның ұлы қожаның құлы дедіңіз. Осындай, бірақ сәл басқашалау. Қожа деген тура солай бар ма? Атаның мың деген... Иә, жұрнақтары мен жалғаулары басқаша болып тұр. Атаның ұлы. Атаға ма? Атадан ұл, қожадан құл. Негізі қазақтарда жұрнақ пен жалғау да сөздің мағынасын сәл өзгертіп жібереді. Иә, өзгертіп жібереді. Сондықтан дұрыс деп айтар едім, бірақ қателік. Жұрнақ па жалғау ма сонда? Жұрнақ, жалғау, соңғы жалғанатын сөздерін өзгертсеңіздер. Бұл жерде сен айтып тұрған жалғау. Атаның деген, атадан, атаның деген. Сен да де тате емес па? Жоқ. Қандай дейсің ба? Аталы ұлдың қожалық құлы. Дұрыс. Аталы ұл, қожалық құл. Бекжан, мақал. Сұрақтар тұттауға деген. Қадай ай. Жақсы. Ата және ұлға қатысты
біз негізі қазақ халқы әрбір отбасына үлкендермен елестетуші едік та, атасы бар, әжесі бар деп ше. Енді атасы бардың деген сияқты бір мақал. Үлкен кіші бар деген ба, жоқ па? Жоқ, бұл жерде жоқ бар деп айтпайды да, бірақ жаңағы жалғаулар арқылы айтады оны. Емес дегенді қалай айтса болады, жалғап жүріскенде. Бізде кәдімгі қазақ тілі болады. Аталы. Атасы бардың. Жоқ, атасы жоқтың да енді. Оны біз қалай айтамыз? Атасы жоқ дегенде қайтыс айтса болады. Атасы жоқ. Екі сөз емес, бір сөз болады сонда. Атасыздың. Иә, атасыз. Атасыздың. Жоқ, атасыздың да бізде. Атасыз бала. Баланы біз ұл деп айтадық. Атасыз ұл. Атасыз ұлдың несі үлкен? Аузы үлкен. Атасыз ұлдың аузы үлкен. Аузы үлкен. Жақсы. Негізі қарап тұрсақ шынымен ғой, кішкене кезімізден көп деген мысалы жаман сөздер болсын, тейт деп отыратын сол ата әжелеріміз бар. Қой дейтін қожа, әй дейтін әже, қой дейтін қожа деген сөз шыққан сияқты. Дұрыс айтасың. Мақал ер мен елге байланысты. Ер өссе, қыз өссе елдің қыз жоқ. Ер мен ел бар. Ер ел үшін туады, ел үшін өледі ма? Керемет. Дұрыс. Так, санайықшы, тұра тұрыңдаршы. Мен санамап қойын, иә? Санауға да келмейді ше негізі. Ладно. Сіздікі. Мен қазір айтсам, алмай қаламын мен. Сен айт. Жақсы. Просто мен жасарсам мен бала алмаймын ба? Сіз алсаңыз да, қазір Бекжан сенде қанша? Біз екеумізде, Бағдәулет екеумізде 4-4-тен. Сіз алсаңыз да қазір таппайсыз. Қазір бізде кофеге әділді болу үшін екеумізде. Финал болып тұр. Ашқан жоқсың ба? Ашқан жоқпын. Қанша ең санаңды? 4-4-тен бізде. Да? Онда жақсы, жасырайын. Өте жақсы. Бас дейді. Так. Жаңа негіз кім алды? Сіз. Жоқ, неден кім алды? Мен алдым. Келісесің ба? Жақсы, көрейік. Бонус. Өйткені мұнда ештеңке жоқ. Жеңісіне әділ түрде деп санайсыз ба? Ешқандай қарсылық жоқ па? Жақсы, иә. Мен қарсылық и так танытамаймын мұнамен. Так, ұлдар, жігіттер, бізде негізі өте қызықты болды, өте қысқа түрде, бірақ қызықты болды деп ойлаймын. Сіздерге қалай? Алған әсерлеріңіз? Біраз мақалдарды еске түсіріп, олар талдап, жаттап, шығу тегін біліп. Негізі ойлаймын, осындай қазақша жобалар қазіргі таңда қазақша контенттер дейді ғой, көбірек болғандағы қазақ тілін ұлағаттайтын, қазақ тілін көтеретін осындай жобалар ертең біздің ұрпақтың өсуіне, олардың мақал-мәтелдер жаттап өсуіне, адами жеке тұлға ретінде қалыптасуына үлкен әсерін тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан сіздердің жобаларыңызға іске сәт, қолдау көрсетуге әрдайым дайынбыз. Иә, өте керемет ойын болды. Ішіне жобаларыңызда жасап жатқан үлкен бір еңбек болып жатыр екен. Сол себепті сіздерге алдағы еңбектеріңізге сәттілік және табыс тілейміз. Рахмет. Рахмет сіздерге де. Тілектеріңізге көптен көп рахмет. Және достар, Шашбау каналын көріп отырған біздің достарымыз, көрермендеріміз, сіздерді қатты жақсы көреміз. Бізге міндетті түрде қолдау білдіріңіз, лайк басыңыз, комментке пікірлер алаңына өз пікіріңізді қалдырыңыздар. Бұл біз үшін аса маңызды, аса қажет. Сондықтан сау болыңыздар дейміз. Сау болыңыздар. Егер сізде Шашбау каналының келесі қонағы болғыңыз келсе, комментарийге өз аты жөніңізді жазып қалдырыңыз. Қыздар сіздермен міндетті түрде байланысқа шығады.